Кестені қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни мына бос тұрған жерлерді бізге қазір толтыру керек. Бұл жерде қандай кесте берілген? Бірінші бағанда бізде әртүрлі мамандықтардың аттары тұр екен, шебер, шебердің шәкірті, тігінші, металл жонушы, мәтін теруші, аспаз деп тұр екен. Ал енді келесі бағанда өнімділік, яғни оның жылдамдығы, мысалға бұл жерде 15 бөлшек бөлінген сағатты қалай дұрыстап оқу керек? Қазақ тілінде бұл математикалық сөзді оқу үшін артқы жағындағы сөзден бірінші бастаймыз. Сонда сағатына 15 бөлшек болады. Сағатына 7 бөлшек. Ал мына жерде минутына 2 бет. Сағатына 25 кекс, яғни әрбір сағат сайын, әрбір минут сайын дегенді білдіреді. Бірақ минутта, бірақ сағатта бұл неше бөлшек, неше бет, неше кекс жасайтыны көрсетіледі, Енді келесі бағанда уақыт берілген екен. Яғни мысалға шебер бірақ сағат емес, негізі 8 сағат жұмыс деген дейді. Ендеше оның жұмысы қанша дейді, белгісіз болып тұр. Яғни 8 сағат ішінде әрбір сағат сайын 15 бөлшек жасап отырса, барлығы қанша бөлшек жасалды дейді. Мына жерде де бөлшек, мысалға мына жерде белгісіз ғой не, мұнда жазулы тұр көйлек, күн. Ендеше қанша күнде қанша көйлек жасай алады екен деген сияқты есептер шығарамыз. Ал ендеше бірінші шеберден бастайық. Бірінші өздеріңіз шығарып көріңіздер, видеоны тоқтатып қойыңыздар. Ал енді бірге шығарайық. Кәне 15 бөлшек сағатына және де бізде 8 сағат деген бар. Мен оңай болу үшін 8 мысалға 4 бұрыш салып қояйын. Мысалы дейік. Кішкене қисық болып кетті, бірақ та ең бастысы біз бұны бірдей шамалар деп ойлайық. Мысалға 1, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат, 6 сағат, 7 сағат, 8 сағат шықты, сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерді қазір алып тастайын. Ал осы жерде 8 сағатты көрсеттік. 1, 2 сағат, 3 сағат деп, Ал мұнда жазулы тұр. Әрбір сағатына 15 бөлшектен. Яғни бірінші сағатта 15 бөлшек, сосын екінші сағат басталғанда тағы да 15 бөлшек. Сөйтіп әрбір сағат сайын шебер 15 сағаттан жасап отырған, 15 бөлшектен жасап отырған. Ендеше 8 сағат өткеннен кейін бізде барлығы қанша бөлшек шығыпты. Біз біріншіден бұның барлығын қоса аламыз, бірақ ол ұзақ болып кетеді. Біз үйренгеніміздей көбейтуді қолданамыз. Сонда 15-ті біз өзіне 8 рет қоспаймыз, 15-ті 8-ге көбейте саламыз. Сонда 5-ке 8-ді көбейтсем 40, 4-ті ойда, 8-ді 1-ге көбейтсем 8, 4-ті қоссам 12, 120 екен. Сонда бізде барлығы 8 сағатта, барлығы 8 сағатта 120 бөлшек жасап қойыпты. Қысқаша жазайын, өйткені ары қарай симай қалды, Ендеше шәкіртті тауып алыңыздар сіздер өздеріңіз. Келесі тігінші. Тігіншіде керісінше біз жылдамдығы, өнімділігін білмейміз, яғни ол күніне қанша көйлек тігетінін білмейміз. Бірақ бізде барлық көйлектер саны тұр, Ойлаңыздар, сіз мысалға сіздің досыңыз 48 көйлек тігіп қойып, сосын айтады, әрбір күн сайын осыншама көйлектен тігіп отырдым, содан 3 күн кетті десе, онда біз 48 көйлекті не істеуіміз керек? Әрбір 48 көйлекті бірдей ғып 3-ке бөліп қоюымыз керек. Яғни, тіпті былай көрсетейін. Сізде міне 48 көйлек бар делік, сосын сізде 3 күн бар. 3 күн бар дейік. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн. Ендеше 48-ді осындай 3 күнге сыйып кететіндей, барлығы бірдей болатындай не істеуіміз керек? 48-ді мен 3-ке бөлемін. Ал бөлейік, бағандап. 4-тен 1-ге, 4 жетіп тұр, 4-ті 3-ке бөлсем, 1-ден, 1-ді 3-ке көбейтсем, 3-тен азайтамыз, 4-тен 3-ті азайтсам 1 жетпейді 3-ке, 8 түсірем,
18. 18-ді 3-ке бөлуге болады. 6. 6-ны 3-ке көбейтсем 18. Екеуін азайтсақ 0 болады. Сонда әрбір күнде ол 16 көйлектен тігіп отырған екен. Сонда 3 күн өткен соң онда 48 көйлек пайда болыпты. Ендеше оның жылдамдығы 16 көйлек, былай қысқаша жазсалайын, көйлек күніне, ендеше күнде қояйық. Күн. Күніне 16 көйлек. Ендеше тура осылай металл жонушыны да тауып көріңіз. Ал енді келесінде мәтін теруші бар екен. Мәтін терушінің жылдамдығы 26 деп кешіріңіздер, 2 бет екен. Минутына 2 бет. Сонда оның жылдамдығы минутына 2 бет болса, ендеше қанша минут кеткен екен 36 бетті теріп шығу үшін. Ал бұны жасыл түспен есептеп көрейік. 36 бетіміз бар, жасалынып шыққан 36 бет жазылып шыққан екен. Енді ол қанша минутта жасалынды дегенді біз білмейміз. Бірақ та біз білеміз, осыны терген адамның жылдамдығы 2 бет болыпты. Әрбір минут сайын 2 бет кетіп отырған. Сонда қараңыздар, бір белгісіз бір минуттар саны. Мысалға 1 минут өтеді, 2 бет дайын болады. 2 минут өтеді, сізде тағы да 2 минуттан кейін 4 бет пайда болады. Сосын 3-ші минутта тағы да 2 бет қосылған үшін сізде 6 бет пайда болады. Бірақ үйтіп жазып отырған бізге өте ыңғайсыз және көп болып кетеді. Сондықтан біз 36 бетті мына өнімділігіне бөлеміз. Ендеше бөлейік. 3-тен берейік, 3-ті 2-ке бөлсем 1-ден, 1-ді 2-ке көбейтсем 2-ден, азайтамыз. 3-тен 2-ні азайтсам 1 жетпейді, 6-ны түсіреміз. 16. 16-ны 2-ге бөлсем 8, 8-ді 2-ке көбейтсем 16, 2-ні азайтсақ 0, 18 екен. Сонда біз мына жерге 18 мысалға жақсысақ тым көп болып кетеді. 18 осындай 4 бұрышты жәшіктер бар дейік, әрбірі минуттан болады. Сонда әрбір минут сайын 2 бет жасалынып отырған ғой. Ендеше 18 минут бойы істеген адам әрбір минутында 2 беттен теріп отырса 36 бет жасапты. Ендеше мұнда жаз қойық. 18 мәртеміне минут деп тұр, ендеше минутын тіркеп жаз қойық. Сонда келесі есепті де сіз өзіңіз шығара аласыз. Ең бастысы қараңыздар, егерде жұмысын табатын болсақ, бір-біріне көбейткен абзал. Ал егерде өнімділік немесе уақыт белгісіз болып тұрса, бірақ жұмыс бар болып тұрса, онда бөлеміз, керісінше.